Хей-йоу, бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен Кенг Элзи достар, қалайсыңдар? Так, достар, бүгін біздерде Майнкрафт емес, достар, Free Fire өткені менде Free Fire бар болғанда енді бар ғой енді Free Fire. Енді достар, менде бүгін Free Fire'дан не бар, не жоқ аккаунтыма обзор жасайтын боламыз. Енді сіздерге ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сосын достар, сіздерге айтайын достар, сен Майнкрафт түсіріп жүрсің ғой, Free Fire түсірмесе анау мынау сен не істеп тастаймыз деп типа андай отписка жаса, ондай қажет емес достар. Өйткені мен Free Fire мен Майнкрафтты бірге алып жүре беремін достар. Өйткені Майнкрафт қаласаңыздар Майнкрафт түсіремін, Free Fire қаласаңыздар Free Fire'ды түсіремін достар. Бәрін түсіре беремін достар. Өйткені менде сіздер қателеспесем Free Fire болғанда енді кімде аты кім еді, Қазорда Фэмилида Мастер деген бала бар. Сол Мастер деген балада Free Fire түсіреді, Майнкрафтты бірдей түсіріп жүр. Былай қарағанда активі де мощный сияқты менің ойымша. Енді достар, сіздерге айтамын, арнаға да келіп лайк басыңыздар. Ал ендеше достар, мен аккаунтыма обзорымды бастай берейін деп бастамай-ақ қойын. Я сразу біз персонажды қараймыз. Өйткені персонаж бірінші тұрған не, короче, менде Кронс бар, көріп тұрғандар Вальчара и Алок, Моко, София, Тимур, Максим, Келли, сол сияқты типа андай активностьтар бар, кейбір активностьтар енді ондай көп емес. менде аздау ма жоқ білмеймін достар, енді өздеріңіз көріңіздер. Енді менде мына жерде Кронс та бар, бірақ ойнауға келетіндей бар. Міне Кронс тұр, міне Алок, яғни айтқанда біраз ойнауға келеді. Енді келесі складта енді айтарлықтай ештеңе жоқ. Өйткені менде мынандай пропуск, мынандай халявный бір бәле, типа бір халяваға берген, короче. И сосын мынандай бір осыны енді 249 алмазға алдым. Енді 249 емес, 299 алмазға айналдырдым. Сода түсіп кетті ғой ше, короче, рулетка ма сондай бірдеңе. И мынау пропуск, білмеймін нешінші, осыдан 3 пропусктан бұрын-ау деймін, білмеймін мен. Сосын мынандай тағы бұдан пропуск, одан кейін мынандай буях деген бір бәле, короче, типа буях әдемі. Осының үсті ұнайтын еді, бірақ үстіне ешкім кие бермейді достар, білмеймін не екен. Мынау енді есімде емес, қай жерден алғаным, мынау да енді есімде, мынау пропуск сушима бір бәле. И сосын мына біреу, и потом капитан каратель, шашы ауф просто ше осыны. И сосын мынандай не бар, короче, халява берді. Мынаны да по идее халява берді. Мынау алмазный джекпот, но халява. Мынаны осының алдындағыдан алдым, бірақ ең өкініштісі 60% скидка. Рокты да алдым. Рокта бұны енді 9 алмазға емес, бұны мен айтайын сізге неше алмазға алғанымды. Так, неше, одан кейін мынаны алдым ғой. Так, бірінші мен рокты алдым. Рок 75%-ке, мынаны 60% скидкаға алғанмын. Осының алдында. Осы кеше ма алғанмын, сол мынау, короче, білмеймін не екен атын. Так, мынауың бас киім, маған қатты ұнайды бар ғой, бірақ білмеймін, Досымжанның бас киімі, басындағы бұрынғы Досымжан киді бұрын. Қазір ол басқаша киеді ғой. Так, мынау баяғы, мынау тек қана бас киімі, и мынау мынандай, и мен бұны достар, бұның енді астыға киіп жүрген киім бұрын олд болды, бірақ қазір олд емес. Көпсінде бар былай. Так, енді мынаның бас киімі, анау киім, тек бас киім ғана киім, үстін ештеңесін кимеймін достар. Осылайша складта бітті. Енді маскаға көшейік. Маскада көрсетіп жайын, вампир, и көріп шықтыңыздар көбісін. Сосын жолбарыс, и потом мынандай мынау, и сосын азамның үстіне киіп жүргені бар достар. Азамның үстіне киіп жүрген набор бар, короче. Жоқ, үстін ғана киеді, бұның пол емес. И сосын мынау золотой джекпот, алдында бір 3 қосып шыққанда алып алғам. И мынандай дәрігер бар, айттым ғой да. Ой, блин. Сосын мынау бар, бірақ түгел емес, басы ғана. И сосын мынандай маска бар. Маска, бұны да сосын жақында алдым, 2 күн ба 3 күн ба бұрын алдым. Сосын мына маска достар. Әдемі достар. Маған қатты ұнады осы ше. Так, осылайша бітті ма? Бітті да, басқа жоқ ешқандай бәрін. Көп шыққандарыңыз осының бәрін. Сосын пуховик бар, и жазвый, и мынау.
Ауф қой, әуф. Так, тезірек өзім цветімді киіп алайын, тезірек. Тез. Так. Так. Азам қойды, азамның. Так, мынау. Бот. Так, енді бізде әрине коллекцияға кеттік. Коллекцияда бірінші тұрған эмоциялар менде мынандай лол бар, и потом галатея мою пыл дейме бір бәле, и сосын мынау бар тағы да, и сосын мынау бар, и мынау привет, и кунг-фу, сосын мына біреу, короче, пополнениеға берді, по идее. Сосын мынау және де мынау бар, мынау және мынау мынаны жақында уақытшаға берген, мынаны берді. Так, рюкзак, мынау достар мен ойладым, типа анау ше артында кәдімгі құс сияқты несеп тұратын шығар десем, жоқ, бірақ ондай емес. Бірақ есесіне адам, короче, осыны киіп алып секіретін болсаңыздар, екі рет, бірінші секіргенде істемейді, екінші секіргенде мынау дәл өстіп айқайлайды, короче, сіздердің айқайларыңызда просто офигительный ғой достар. Сосын бізде мына жерде Макларен, и мынау халяваға берген түрі, мынау өзім алып алған, короче. И сосын бокс, мынандай лутбокстар бар, и парашют сіздердің маңызды емес, фон, аватар, қалғандары маңызды емес. Және де оружиеға кеттік. Оружиеде сразу бізде мына аты қалай еді? Бұрынғы аты қалай еді? Катаклизм ба еді? Жоқ, короче, осы, короче, атын ұмытып қалып тұрмын. Бұрын бұның аты басқаша тұр. Земляной емес, сондай бірдеңе. Так, АК-ға менде достар көп, қараңыздар. Точность 2, магазин 2, урон 2, скорострельность 1. Сондай сияқты достар, қараңыздар. Скоростная стрельность, мынау көрдіңіздер ме? И скарға мынау, М4-ке мынау, Гразаға осы, новые песенки опера деймін сондай. Сосын Фамасқа вампир, и потом цикла бірдеңе дейді. И парафалға алдында оружиені джекпотта түсіріп алдым. Винтовкаға мынау, СВД-ға и ястребте бар. И сосын мынау бар достар. Бұны алдында баяғыда алып алдым. Бұны объявление звер, кортқа мынау бар. Так, ПП-ға бізде мынау, жоқ, мынау ғой. Урон 2 нормально негізі. Мына просто уақытша берген достар, просто киіп жүрмін. Так, урон 2 бар, и мынау уақытша. Так, урон 2, точность 1, точность 2. Механический М40 негізі екеуі де бірдей, бірақ маған дальность нормально. Магазин говно. Так, мен бейшара мынандай дым жоқ, бірақ урон 2 бар екен. Спасқа мынау, енді анаған жүрмін. АВМ-ге монарх бар, мынаған урон 2 бар. Негізі урон 2 норм ғой. Так, диглға мынау. Енді осылай тез көрсетіп жайын. Даже мынаған да скин бар достар, менде пропусктан шыққан. Мынау бар, и мынау, и мынау бар. Битаға катана достар, катана қолға ұсталатын түрме бірдеңе дейді, сондай. Менде кулак та бар негізі, и сосын бізде гранатаға кештік. Гранатада 10 граната, 5 стенка бар достар. Мынау Дуканның киіп жүретін оғы. Негізі мынау ше М қосу Т, МП ма, сондай бірдеңені түсінбеймін. Мына кішкентай стенка, и мынау белача стена пломбир-муди, и мынау дезнан из бәзі бірдеңеде, мынау сосын металлик дейма, сондай бірдеңе. По идее нормально да? Складқа кіріп, тағы бір нәрсені көрсетіп жүрейін, мен кетпін ғой. Мына жерде ғой қандай 5 камин, анау мынау мынадан 66, мынадан неге өзгертеді. Айтқан неге өзгертіп алайықшы. Мен негізі неге өзгерткім керек қой, мен так. Қалай өзгертем? Бүйтіп өзгертейік. Бүйтейік. Енді жұғысты болсын енді. Жұғысты болсын деп бұл. Так, білейін, қатып қалды ғой. Қатып қалған емес, әкең ғана. Так, осылай мынаны қайттан өз орнына русскийге қойып қойып, қайттан English. Білейін, олай емес. В деймізде King, білейін. Деймізде дағына мынаны астына қойып, қайттан LZ деп жазамыздық. Зғайды ғамне. LZ.
әдемі достар. мынау типа ана ютубер деген сияқты ғой, working LZ деген ше. міне достар, бать. Так енді бізде не бар мына жерде? Қалғандар енді обычно ғой. Так да достар, енді ұнаса лайк басып кетіңіздер достар. Әдемі видео болған шығар деп ойлаймын. Айтқандай прокачка түсірейін ба, сонда жазып кетіңіздер. Енді прокачка жасаймын енді. Негізі не алатынымды бәрін көріп отырғыларыңыз келсе жазып кетіңіздер. Мына жерінде дым түскен жоқ. Ал енді достар, осылайша видео аяқталды. Сіздермен бірге King LZ. Ал енді давайте. Давайте.